Сәлеметсіздер ме балалар? Екінші сабақ сөйлеу не үшін қажет? Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпа. Сабағымызды бастайық. Сөйлеу не үшін қажет? Балалар, біз өткен сабақта сөйлеудің не үшін қажет екенін айттық. Сөйлеу бізге өз ойымызды дұрыс жеткізу үшін және дұрыс қарым-қатынас орнату үшін қажет дедік. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді оқимыз. Ана тілі. Ақыл ойын дананың, ана тілден аламын. Ана тілім ардақты, ақ сүтіндей анамның. Өсірген ой білімді, сүйем туған тілімді. Мақсат етем әр сөздің мәнін терең білуді. Әдібай Табылды деген кісі жазған екен балалар. Дана дегеніміз ақылды, данышпан деген мағынаны білдіреді екен балалар. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде өз ана тіліміз, яғни туған қазақ тіліміз туралы айтылған балалар. Ана тілім ардақты деген сөзді қалай түсінесің? Ана тілім ардақты, қастерлі, яғни өз тіліміз, қазақ тіліміз біз үшін қастерлі, қасиетті, яғни біз тілімізді құрметтеп, әрқашан мақтан тұтып, өз қазақ тілімізде сөйлеп, оны әрқашан биікке көтеріп жүруіміз керек екен. Яғни біз өз қазақ тілімізді өте жақсы білуіміз керек балалар. Екінші жаттығу. Балалардың қолындағы әріптерден қандай сөз құрауға болатынын айт. Ана тілі деген сөз құрауға болады балалар. Өз ана тілің туралы әңгімеле дейді. Қане өзіміздің ана тіліміз туралы айтып көрейікші балалар. Ана тілі бұл әр халықтың, ұлттың үлгі тұтатын өз ана тілі бар. Сол сияқты біздің ана тіліміз қазақ тілі екен балалар. Әрбір адам өз ана тілінде сөйлеу керек. Анасының ақ сүтімен бойына дарыған ана тілімен сөйлеуіміз қажет екен балалар. Тіл ұлттың жаны. Біз ең алдымен өз тілімізді қадірлеп, өз тілімізде сөйлейтін болсақ, біздің тілімізді де басқа ұлтта, басқа елде сыйлайтын болады балалар. Сондықтан қазақша таза және әдемі сөйлеп, тілімізге құрмет көрсетуіміз керек. Үшінші жаттығу. Мақалды көшіріп жаз. Тілге құрмет, елге құрмет. Міне, осы мақалда да айтылып тұр. Егер біз тілімізге құрмет көрсететін болсақ, біздің елімізге де, ұлтымызға да, барлық адамдарға құрмет көрсетілетін болады. Төртінші жаттығу. Суреттерді ретімен қойып әңгімеле. Бірінші, балаға есім берейік. Мысалы, Асқар бірінші кітапханаға келді. Кітапханадан сөреден өзіне ұнаған кітапты алып, кітапханашы Абайға барды. Және кітапты өзінің атына тіркетіп, жаздырып алды. Және оны бірнеше күн оқып, қайта келіп, кітапханашы Абайға келіп өткізді. Міне балалар, осылай сөйлем құрасақ болады. Сау болыңдар балалар, каналға жазылуды ұмытпаңдар.